Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ұсынылып отырған бейнеролик 10-шы сыныптың 1-ші тоқсанында химия сабақтарын өткізу әдістемесін және оқу үдерісін ұйымдастыруды ашады. Оныншы сыныпта қамтылатын бөлімдермен танысып өтелік. Бірінші, атом құрылысы, элементтер мен олардың қосылыстарының периодты өзгеруі, химиялық байланыс, стихиометрия, термодинамикаға кіріспе, кинетика, химиялық тепе-теңдік, тотығы-тотықсыздану реакциялары, аналитикалық әдістер, 17-ші топ элементтері, 2-ші топ элементтері, органикалық химия, қанықпаған көмірсутектер, галоген алкандар, бір атомды және көп атомды спирттер. 11 атом құрылысы бөліміне тоқталатын болсақ. Бірінші қамтылатын тақырып атом күрделі бөлшек. Орташа салыстырмалы атомдық массаны есептеу тақырыбына есептер шығару. Қамтылатын оқу мақсаттары 11.2.1 нуклид және нуклон түсініктерінің физикалық мәнін түсіндіру. 11.2.2 элементтерінің табиғи изотоптары қоспасының орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеу. Радиоактивтілік. Қамтылатын оқу мақсаттары 11.2.3 радиоактивтілік табиғатын және радиоактивті изотоптарын қолдануын түсіндіру. 11.2.4 химиялық элементтердің атом ядросындағы протон, нейтрон қисығын қолдана отырып, изотоп ядроларын тұрақтылығын түсіндіру. 11.2.5 ядролық реакциялар теңдеуін құрастыру. Энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелер, квант сандары мен орбитальдар тақырыбы бойынша 11.3.1 квант сандарының мәнін және сипаттамасын атап көрсету. 11.3.2 электрондық орбитальдарды толтыруда Гонт ережесін және Паули принципін, ауыспау принциптерін қолдану. 11.3.3 SPDF орбитальдар пішіндерін ажырата алу. 11.3.4 алғашқы 36 элементтің электрондық конфигурациясын құрастыру. Период және топ бойынша элемент қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары тақырыбында 12.1.1 химиялық элемент атомдары қасиеттерінің атом радиусы, иондану энергиясы, электрон тартқыштық, электр терістілік және тотығу дәрежесі өзгеру заңдылықтарын сипаттау. Радиоактивтілік тақырыбы бойынша қамтылатын оқу мақсаттары радиоактивтілік табиғатын және радиоактивті изотоптардың қолдануын түсіндіру. Химиялық элементтердің атом ядросындағы протон-нейтрон қисығын қолдана отырып, изотоп ядроларының тұрақтылығын түсіндіру. Ядролық реакциялар теңдеулерін құрастыру. Сабақты бастамас бұрын миға шабуыл стратегиясын қолдануға болады. Ол үшін төмендегі тізімнің ішінен құбылысты сипаттайтын сөздерді теріп жазыңыз. Осы құбылыстарға анықтама беріңіз. Тағы басқа қандай құбылыстарға анықтама бере аламыз. Тәрізді сұрақтарды қоюға болады. Білімнің өзектілігін дамыту мақсатында оқушыларға келесі суреттерді ұсыныңыз. Және берілген суреттер қандай оқиғалармен байланысты болуы мүмкін екендігін сұраңыз. Радиоактивтілік тақырыбы бойынша химиялық элементтердің атом ядросындағы протон-нейтрон қисығын қолдана отырып, изотоп ядроларын тұрақтылығын түсіндіру атты оқу мақсаты бар. Бұл оқу мақсатында сіз кестені ұсына отырып, тұрақтылық белдеуінен жоғары ядролар жоғарғы протон-нейтрон қатынасына ие екендігіне, тұрақтылық белдеуінен төмен ядролар төменгі нейтрон-протон қатынасына ие екендігін, және атомдық номері 84-тен жоғары ядролар тұрақтылық белдеуінен жоғары жатқан ауыр ядролар екенін атап өтіңіз. Және осы бөлімде келесідей тапсырма ұсынуға болады. Әрбір 5 элемент үшін протон-нейтрон қисығын сызыңыз. X осіне протондар санын, Y осіне нейтрондар санын орналастырыңыз. Ыдырауға бейім тұрақты және тұрақсыз элементтердің аймағын белгілеңіз. Атом ядросы тұрақтылығының оның құрылымына тәуелділігі туралы қорытынды жасаңыз. Келесі бөлім 11C химиялық байланыс. Мұнда бірінші тақырып ковалентті байланыс, ковалентті байланыстың қасиеттері,
11.4.1 ковалентті байланыстың түзілуін донорлы акцепторлы механизм бойынша түсіндіру. 11.4.2 еселі және үштік байланыстардың түзілуін түсіндіру. 11.4.3 ковалентті байланыстардың қасиеттерін сипаттау деп аталатын оқу мақсаттарын қамтиды. Екінші тақырып гибридтену түрлері, оның ішінде SP, SP2 және SP3. Осы жерде номер 1-ші зертханалық тәжірибе орындалады. Ковалентті байланысты заттардың моделін құрастыру, оның ішінде азот, оттек, алмас үшін. Қамтылатын оқу мақсаттары 11.4.4 гибридтену типтерінің айырмашылығын түсіндіру. 11.4.5 заттардың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байланысын сипаттау. Келесі тақырып электртерістілік және байланыстың полярлығы. Қамтылатын оқу мақсаттар 11.4.6 атомның электртерістілігі ұғымының физикалық мәнін түсіндіру және соның негізінде қосылыстардағы химиялық байланыс түрін болжау. 11.4.7 коваленттік байланысты қосылыстар үшін нүкте мен айқыш диаграммасын құру. Келесі тақырып иондық байланыс. Қамтылатын оқу мақсаты 11.4.8 иондық байланысты әр аттас зарядталған иондардың электростатикалық тартылыс нәтижесінде түзілетінін түсіну. 11.4.9 иондық байланысты қосылыстар үшін нүкте мен айқыш диаграммасын құру. Электрон жұптарының тебілу теориясы тақырыбы 11.4.10 молекулалар мен иондардың кеңістік пішінін болжау үшін электрондардың тебілу теориясын қолдану атты оқу мақсатын қамтиды. Металдық байланыс үшін 11.4.11 металдық байланыстың табиғатын және оның металдардың физикалық қасиеттеріне әсерін түсіндіру. Сутектік байланыс 11.4.12 сутектік байланыстың түзілу механизмін түсіну. Кристалдық тор 11.4.13 әртүрлі химиялық байланыстағы және әртүрлі кристалдық торға ие заттардың қасиеттерін болжау оқу мақсаттарын қамтиды. Келесі кезекте оқушылармен топпен жұмыс жүргізіледі. Сутек молекуласындағы ковалентті байланыстың түзілуін нүкте мен айқыш диаграммасы арқылы түсіндіру қажет болады. Ол үшін алғашқы кезекте сутек атомының электрондық конфигурациясын жазуды сұрамыз. Сутек атомы тұрақты болып табылады ма? Неліктен сутек табиғатта атом күйінде кездеспейді? Сутек атомының тұрақтылығына қалай қол жеткізуге болады? Және сутек молекуласы үшін нүкте мен айқыш диаграммасын бірге салып көрейік деп оқушыларға ұсыныс тастауыңызға болады. Келесі кезекте SP, SP2 және SP3 гибридтену типтерін түсіндіру ұсынылады. Ол үшін номері 1-ші зертханалық жұмыс ковалентті байланысты заттардың моделін құрастыру ұсынылады. Сабақты бастамас бұрын бірнеше суретті тақтаға шығару көрсетуіңізге болады. Және осы жерде гибридтену сөзі сіздерде қандай ассоциация тудыруы мүмкін? Келесі кезекте электрондық бұлттарының қандай пішіндерін білесіз? Яғни суреттегі пішіндерге қарай отырып, электрондық бұлттардың сипаттамасын еске түсіруді сұрамыз. Зертханалық жұмыс кезінде оқушыларға келесідей тапсырма ұсынылады. Алмаз, графит, алкан, алкен және алкин молекулаларының мысалында олардың құрылысы қасиеттеріне қалай әсер ететінін түсіндіріңіз. Оқушылар молекула модельдерін құрастырулары қажет. Байланыстың қаныққандығы заттардың қасиеттеріне қалай әсер етеді? Мысал ретінде, метан молекуласында қанықпаған байланыстардың жоқ екендігін түсіндіріңіз. Келесі кезекте 11.4.7 ковалентті байланысты қосылыстар үшін және 11.4.9 иондық байланысты қосылыстар үшін нүкте мен айқыш диаграммасын құру атты оқу мақсаттары бар. Сондықтан оқушылар үшін ионды және ковалентті байланысты нүкте мен айқыштар диаграммасы, яғни Льюис диаграммасы арқылы салу қабілеті өте маңызды болып табылады.
Келесі кезекте топтық тапсырма ұсыныңыз. Бұл жерде оқушылар кальций хлориді қосылысы үшін нүкте мен айқыш диаграммасын салады. Және жұпта диаграмманың дұрыстығын талқылайды. Диаграмма көмегімен тұздың түзілуі сипатталады. Түзілген заттардың құрылымдық формуласын жазуды сұраңыз. Және өзіңіздің диаграммаңыздың дұрыстығын тексеріңіз деп оқушыларға бағыт беріңіз. Оқушылар өздерінің жұмысын тақтадағы жауаппен тексеруге болады. Яғни кальций хлориді үшін нүкте мен айқыш диаграммасы ұсынылады. Ал енді аммоний сульфаты қосылысы үшін нүкте мен айқыш диаграммасын салып көріңіз. Осы тапсырма үшін арнайы уақыт беріңіз. Келесі кезекте тақырыпты бекіту мақсатында оқушыларға пысықтау тапсырмаларын ұсыныңыз. Оқушылар салыстыру кестесін толтыру барысында берілген химиялық байланыстардың типін салыстырады. Одан кейінгі кезекте келесі сұрақтарды ұсыныңыз. Бірінші, қай қатарда тек иондық байланыстағы қосылыстар барын анықтаңыз. Таңдалған заттарды атап, зарядын жазыңыз. Екінші, ковалентті және ионды байланыстың түзілу схемасын салыңыз. Мысал ретінде литий және хлор атомы үшін, калий және бром атомы, азот және сутек атомы үшін. Құрылған иондық байланыстың түзілу схемасы негізінде келесі сұрақтарға жауап беруді сұраңыз. Қандай элементтер атомдарының қосылуы иондық немесе коваленттік байланысты түзуі мүмкін? 10-шы сыныптағы негізгі тақырыптардың бірі электрон жұптарының тебілу теориясы. Мұндағы 11-4-10 молекулалар мен иондардың кеңістік пішінін болжау үшін электрондардың тебілу теориясын қолдану атты оқу мақсаты қамтылған. Сабақты бастамас бұрын оқушыларға жетелеуші тапсырма беріңіз. Ол үшін ауа шарларын қолдана отырып, қарапайым молекулалардың әртүрлі формасын модельдеңіз. Мысал ретінде метан молекуласының формасын тақтаға ұсынып қойыңызға болады. Тапсырма. Метан молекуласының мысалында гибридтену типін анықтауды түсіндіріңіз. Ол үшін орталық атомның берген электрондар санын есептеңіз. Сонымен қатар, көршілес атомдардың да берген электрондар саны анықталады. Пи байланысына тән электрондар санын есептеңіз. Алынған нәтижені 2-ге бөліңіз. Егер 4 шықса, онда гибридтену типі SP3. Кеңістіктегі пішіні тетраэдр пішінді. Егер нәтижесінде 3 шықса, онда гибридтену типі SP2. Кеңістіктегі пішіні тригональды жазықтық. Егер 2 шықса, гибридтену типі SP. Кеңістіктегі пішіні сызықтық болып табылады. Тақырыпты тереңірек меңгерту барысында оқушылармен келесі мәтіндер бойынша және кесте бойынша талқылау жұмысын жүргізіңіз. Валенттік орбитальдардың электрон жұптарының тебілу теориясы молекулалардың геометриясын болжау және түсіндіру үшін қажет химиядағы тәсілдердің бірі болып табылады. Осы теорияға сәйкес молекула әрдайым сыртқы электрондық жұптардың тебілуі ең аз энергия қағидасы бойынша ең аз болатын форманы қабылдайды. 1940 жылы Невель Седжвик және Герберт Пауэлл валенттік орбитальдардың электрон жұптарының тебілу теориясын немесе ВОШ теориясын ойлап тапты. Кейінірек бұл теория 1957 жылы Гиллеспи мен Найхолмен толықты. Теорияның негізгі ережелері: көп валентті атом немесе ион байланыстарының конфигурациясы оның валенттік қабығындағы электрон жұптарының санымен анықталады. Екінші, валенттік орбитальдардың электрондық жұп бұлттарының бағыты электронның минималды тебілуімен анықталады, немесе ең төменгі импульспен анықталады.
Оқушылар үшін келесі молекулалардың геометриялық пішінін анықтауды ұсыныңыз. Келесі кестекте кристалдық тор тақырыбы беріледі. Бұндағы қамтылатын оқу мақсаты 11, 4, 13 әртүрлі химиялық байланыстағы және әртүрлі кристалдық торға ие заттардың қасиеттерін болжау. Тақырыпты түсіндірмес бұрын оқушыларға жетелеуші сұрақ ұсыныңыз. Берілген екі заттың қайсысы оңай балқиды? Балқу температурасы неге тәуелді болады? Оқушыларға қант пен тұздардың кристалын ұсыныңыз. Білімнің өзектілігін дамыту мақсатында жұртпен жұмыс жүргізіңіз. Оқушыларға ковалентті, иондық, металдық және сутектік байланыстың түзілуін ауызша сипаттауды ұсыныңыз. Келесі кезекте топпен жұмыс жүргізіледі. Ол үшін оқушыларға 4 қосылыстың су, алмас, магний және натрий хлориді формуласы жазылған карточка немесе кестені ұсыныңыз. Олар байланыс типін анықтай отырып, кристалдық торының құрылысы мен қосылысының физикалық қасиетін болжауды сұраңыз. Оқушылармен бірге талқылау жұмысын жүргізіңіз. Берілген кестеде бірнеше типтегі химиялық байланыстар ұсынылады. Әрбір химиялық байланыстар үшін сәйкес кристалдық тордың құрылысы және сол құрылыстың негізінде физикалық қасиеттер сипатталады. Және мысал ретінде бірнеше химиялық формулалардың мысалын ұсынуыңызға болады. Тақырыптың соңы пысықтау тапсырмаларына арналады. Мұнда бірінші, байланыс туралы алдыңғы білімге сүйене отырып, келесі қосылыстар үшін кристалдық торды құрастырыңыз. Нақтырақ айтатын болсақ, оттегі, фосфор, графит, натрий және кальций оксиді үшін. Бір қосылыс үшін құрылған кристалдық торды демонстрациялай отырып, төмендегі жоспар бойынша оның құрылымына түсінік беріңіз. Байланыс типіне, кристалдық тордың түріне және физикалық қасиетіне. Екінші тапсырма, ұсынылған қосылыстардың байланыс типі мен кристалдық торын анықтаңыз. Ол үшін аргон, кальций карбонаты, азот, криптон, калий гидроксиді, кремний карбиді, ксенон, күміс, тұз қышқылы, хлор, азот оксидтері, темір, глюкоза және кремний оксиді берілген. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.